back to school. Мектепке бірге дайындаламыз. Сабаққа бір апта қалды, сондықтан да бастайық. Бірінші нәрсеміз ол барлығын реттеу. Яғни кітап, сөмке, солардың барлығын жинап, киімдерімізді реттеп, артық керек емес дәптерлерімізді бәрін реттейтін боламыз. Міне менің керекті дәптерлерім, ал мына жақта мен дипломдарымды реттеп жатырмын. Бұл 10 сыныпта алған дипломдарым. Кім білмейді, мен қазір 11 сыныпқа көштім. Сондықтан да мен солай біліп жүріңдер. Енді келесі істейтін ісім ол жаңағы өзімнің киім сөремді реттеу. Әрине сендерде бантиктар болса, бантиктарымды да жуып дайындап қойыңдар. Енді екінші нәрсеміз ол аутфит идеялар. Қазір мен барлық формаларымды үтіктеп дайындап қоятын боламын. Сендер де үтіктеуді ұмытпаңдар. Әрине ол тазалық және де юбканы да ұмытпаймыз. Содан кейін барлығын үтіктеп, енді менің аутфиттерімді бастайық. Яғни образдар дайындаймыз бірге. Міне. Бірінші образым ол осындай қысқа шолақты жейде және де юбка. Үйлестіре біл. Әр нәрсені киіп көр, үйлестір, барлығын жаса, көптеген образдар дайында. Мен секілді. Міне екінші аутфит қылып дайындалдым. Ол жаңағы жейде, бірақ оны сыртына былай шығарып қойдым және де бантик қылып жасадым. Әдемі көрініп тұр деген ойдамын. Ал үшінші аутфитім ол осындай рубашкамен, осындай бантигі бар тоже. Соны байлап қоям, астында юбкасымен. Міне 3 аутфитім осындай болды. Өзіме қатты ұнап тұр. Енді келесі үшінші істейтініміз ол мақсат құрамыз. Яғни мақсат құрамыз, ОБТ-ға мақсат қазіргі таңда және де үздік атану мақсаты, яғни қызыл диплом аттестат алу. Сендер де солай мақсат жазсаңдар болады. Төртінші істейтін нәрсе ол тізім жаз. Яғни менде тізім жазатын боламын, керекті заттар. Сендерде қандай құралдар, оқу құралдары жоқ, соның барлығын тізіп жазасыңдар. Мысалға, күнделік, 20 общий дәптер, ручкалар, фломастерлер, маркерлер, скотч, клей, обложка деген секілді осылай жазып шығыңдар. Және де осымен дүкенге барып алатын боласыңдар. Міне қазір қолымда менің 2 пеналым бар. Мынау пеналға салатын боламын қазір барлығын. Көп заттардың барлығын мына ішінде. Биыл 11 сынып оқитындай оқығандықтан маған аса көп ештеңе керек емес, сондықтан да осы кішкентай пеналыма бәрін салатын боламын. Ең алдымен бізге керегі өшігі ол міндетті түрде. Және келесі керегі ол бізге осындай маркер, бұл кәдімгі розовый хайлайтер. Және келесі ол міндетті түрде просто карандаш кәдімгі обычный. И соңғысы демей ақ қояйын, ол қара ручка. Келесі. Енді ең соңғысы ол кәдімгі қарапайым розовый түсті ручка. Ол да осымен керекті 11 сыныптардың заттары. Міне осының өзі кәдімгідей 11 сынып оқушысына жеткілікті. Алда менің арнамда сөмкені бірге дайындаймыз деген видео күтіңдер. Келесі нәрсе ол өзіңе күтім жаса. Сабақ деп өзіңді ұмытып кетпе. Бұл менің 3 нәрсе, 3 фавориттерім, күнделікті қолданатын 3 заттарым болады. Әрине сабақ деп өзіңді ұмытып кетпе, дәмді, пайдалы тамақтан. Салаттар жаса түрлі. Мен қазір салат жасайын деп жатырмын өзіме, және де осылай дайындадым. Еш ас болсын.